яғни бастауышы негізгі бөлікте айтылған. Бұл жерде бастауыш пен баяндауыштың арасында үзілмелік байланыс бар. Яғни үстеме сөйлемді сөздері деген бастаушынсыз предикаттық қатынаста бар сөйлем деуге болмайды. Жоғарыдағы мысалда үстеме құрылым негізгі сөйлем құрамындағы сөздерін деген толықтауыштың мағынасын кеңейтіп түсіндіріп тұр. Ойымызды дәлелді болу үшін төмендегі мысалдарды келтіріп көрейік. Ескі Ресейдің барлық тон-торыс топас мінездерін түгел бойына жинап алғандай, содыры көк соқтығы жүретін Иван Зубов ордан басып келіп, ұлғайып тұрған жұртты түгел бір шолып өтті. Ащы мен арынған азғаны мен тозғанына наразы сияқты, ұнатпай қарайды. Арып қалғанға таңданбайды да, аяр түрі де жоқ. Ашықтан ашық ұнатпай қарайды. Жас деп сатып алған аты кері болып шыққан безіне қарайды. Оянған өлкеш шығармасынан алған негізгі сөйлемде айтылған ұғымның іс-қимылдың сапанын түрі белгілі үстеме құрылымда айтылған қалпы, амалы, сапасы. Жоғарыдағы мысалда үстеме бөлік 3 сөйлемнен тұрады. Бірінші сөйлем жай сөйлем, екінші сөйлем құрмалас сөйлем, оның ішінде мезгілде салалас сөйлем. Да жалғауының екі компонентте қайталану арқылы жасалып, іс-әрекет